Сәлем, сіздермен жол болғыш, және бұл 143-ші кітапқа қысқаша шолу. Лев Николаевич Толстой, қателеспесем, Николаевич туралы қателесіп тұрған сияқтымын, немесе жоқ. Лев Николаевич Толстой әйтеуір. Анна Каренина. Бұл кітап енді классика, мектепте былай өтіп кетеміз. Бірақ осы жылы мен осындай бір культовый классика деген кітаптарды оқимын. Неге оқымасқа? Сондықтан міне Анна Каренина деген кітапты да оқып бітірдім. Бұл кітап туралы мен шолуым қысқадан нұсқа болады, өйткені ондай классика кітаптар туралы көп айта алмайсың. Мысалы бір бизнес, психология, сондай кітаптар туралы осыны білді, осындай мысалдар бар, осыны қолдануға болады дейсің. Ал классика ол жан дүние үшін оқылатын кітап деп ойлаймын. Сондықтан әр адам өзі үшін әртүрлі қорытынды жасайды, және классиканы әр адам өзі оқып, өзі шешім қабылдап, өзі бір кейіпкерлермен сол кейіпкердің өмірін бірге өмірін сезініп, эмоцияларын сезініп десе болады шығар. Эмоцияларын сезініп, кейіпкермен бірге өмір сүріп, өзі сол кейіпкердің өміріне қарап, өзінің өмірінде бір өзгерістер енгізу мүмкін, және шешім қабылдау мүмкін. Және Анна Каренина міндетті түрде адамдар оқу керек, бірақ мен мысалы қазір емес, 1-2 жыл бұрын оқысам, немесе Қытай кезімде оқысам, онша көп нәрсені түсінбейтін едім. Қазірде мысалы барлығын түсіндім деген болмайды, өйткені классиканы міндетті түрде бір жиі оқып тұру керек. Жыл сайын бір рет болсын, немесе 2 жылда бір рет деген сияқты. Өйткені классиканы оқыған сайын, әр оқыған сайын ол саған басқа жағынан ашылады. Яғни сен бір кітапты жыл сайын оқысан да, ол саған әр жыл сайын басқаша көрінеді. Сен ол кітаптан әрқашан әртүрлі бір қорытынды жасайсың. Өйткені жыл сайын адам өзгереді, оның өзгереді, оның көзқарасы өзгереді. Соның арқасында ол кітаптардан, мысалы, бірінші рет оқыған кезде менің көзім бір басқа фактілерге түсті. Екінші рет оқығанда мен басқа кейіпкерге көзім түседі деген сияқты, басқа кейіпкердің ойына көзім түседі. Өзім үшін әрине фаворит кейіпкерлер болды. Оқығандарыңыз болса, мысалы, Левиннің қобалжуы және қандай жақты таңдаймын деген сұрақтары, оның шынайы махаббаты ұнады, қызықты кейіпкер. Анна Каренина деген кітап ұнады, және ол кейіпкердің де аты, ол кейіпкер де жақсы. Мен Джек Лондонның «Маленькая хозяйка большого дома» деген кітабының басты кейіпкермен, тоже әйелмен бір ұқсастық болды деп ойлаймын. Мүмкін екеуі де бір қол спойлер болады. Спойлер болмас үшін осы екі кітапты оқып, қандай ортақ нәрсесі бар екенін комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Немесе өздеріңіз комментарияға жазбай, өздеріңіз шешім қабылдап, сол ортақ нәрсені тапсаңыздар болады. Бірақ айтып тұру, Анна Каренина мен сол жаңа айтылған Джек Лондонның кітабындағы мұнда ол кітаптың атындағы кейіпкер, ал анда ол басты кейіпкердің әйелі. Бірақ ол басты кейіпкердің әйелі дегенде, ол әйелі де басты кейіпкердің бірі деп ойлаймын. Сондықтан солай. Сонымен бұл классика болғандықтан сол кездегі орыс адамдарының қалай өмір сүрген туралы айтылады, Ресей халқының қалай өмір сүрген десе дұрыс болады шығар. Сол кезде в целом жалпылама қалай адамдар өмір сүрді, олардың еңбекке деген көзқарасы, отбасыға деген көзқарасы, және бұл мысалы сол заманда тұрса да әр адам өзі шешім қабылдайды. Сондықтан мысалы кейбір кейіпкерлер бүкіл сол ғасырда адамдар қалай өмір сүреді, солай өмір сүрді, ал кейбір кейіпкерлер өздерінің отбасының ішінде өздері ереже құрастырып, өздері сырттағы ғасырға, басқа адамдарға қарамастан өздерінің отбасыларының ішінде өздерінің ережелерімен өмір сүрді және бақытты болды. Олардың таңдауы бақытты бол, ал бүкіл адамдармен бірдей бол емес. Сондықтан сол жағынан өте жақсы мысал ретінде келтірілген деп ойлаймын. Сондықтан осылай көп ойландыратын әрине нәрсе бар, және көп сұрақтар пайда болады. Неге осы кейіпкер істеді, ана кейіпкер неге олай істеді деген сияқты. Және әртүрлі жаңа фактілерді білесің, сөздерді білесің. Сондықтан міндетті түрде тағы да бір
өзімнің өмірімде бұйырса тағы да оқып көремін деп ойлаймын. Сондықтан осындай қысқаша шолу. Рахмет, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Араларыңызда оқыған адамдар бар ма? Өйткені бұрынғы кездегі адамдардың көбі оқыған шығар СССР кезінде, ал қазір енді білмеймін, оқытпай ма, орыс мектептерінде оқытатын шығар, бірақ толықтай оқытама. Өйткені мен электронды түрде оқыдым. Электронды түрде менде ол 900 беттей болды шамамен. Өте ұзақ оқыдым негізі. Араларында тастап кетіп, бірақ ұнады деп ойлаймын өзіме. Андай жағынан бір жағынан тыныштық сыйлады, бір жағынан үрейді де туғызады. Өйткені көп жаңағыдай сұрақтар пайда болады. Солай жақсы кітап бір белгілері осы шығар деп ойлаймын да кейде. Тіркеліңіздер және басқа да шолуларды кітаптарға 100 кітап 2024 атты плейлисттен көре аласыздар. Рахмет.